Саламатсыздар ма? Берел патшалар жазығына қош келдіңіздер. Мында жүздеген астам қорғандар табылған. Біздің заманымызға дейінгі 3-4 ғасырда өмір сүрген сақтар патшаларын, патшайымдарын осы бір жазыққа жерлеген. Және алдарыңызда номер 11 қорған. Ішіне кіріп тамашалаймыз. 11 қорған бізде ерекше қорған. Жалпы ауданы 33 метр, тереңдігі 7 метрден 13 жылқы және ер адам мен әйел адамның денесі табылған. Бұл қорғанның ерекшелігі қасында табылған 13 жылқысы 2,5 мың жыл бойы жатып, еті мен терісі мен асқазандағы шөбімен тура со қалпында сақталып шыққан. Сақталу жолдары мына төбесіндегі тастарға байланысты бетін балықтың қабыршығы тәрізді сүйген, сол арқылы 7 метр тереңдікке су жіберіліп, мәңгілік мұз қабаты түзілген. Жасалған мұздатқыштың арқасында осы жылқылар өте жақсы сақталған. Асқазандағы шөптерін зерттегенде 13 жылқы 13 аймақтан келгендігін көрді. Яғни мына патша 13 аймақты басқарды және қайтыс болған кезде әр тайпасы бір-бірден сыйлыққа беріп отырған. Және жылқылардың түстері барлығы жирен түсті жылқылар болған. Қазір көрсету үшін алдарыңызда 8 ғана жылқы қойылған, негізі 13 жылқы табылған. Және патша анасымен деп айтып отырмын, 35-40 жас көлеміндегі патша өзінен 30 жас үлкен анасы ДНК сараптамасы бойынша екеуінің туыстық қатынастары белгілі болды. Және сол мұздың еріп кетпеуі үшін осындай қайынның қабықтарын және курильский шаймен бетін жауып отырған. Сол кездегі антисептикалық рөл атқарған және астындағы кеміргіш жәндіктерден қорғаған зат сол болған. Алдарыңызда Берел мемлекеттік тарихи музей қорығы және бұлда осы 100-ден астам